Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Бүгін бізде 13-ші дәрістің бә деген екінші бөлімі. Мына жақта диалог берілген, соны оқып аударамыз. Ман хаула ил-фатаяту я Марьяму. Мына қыздар кімдер я Марьям? Хунна замилати. Олар менің сыныптастарым. Ахаватун хунна. Олар әпкелі сіңлілер ма? Наам, хунна ахаватун. Олар әпкелі сіңлілер. Ман абу хунна. Олардың әкелері кім? Абу хунна шейху Билалун. Олардың әкелері шейх Билал. Умму хунна устазати. Олардың анасы менің ұстазым. Айна байту хунна. Олардың үйлері қайда? Байту хунна қарибун минал мадрасати. Олардың үйлері мектепке жақын орналасқан. Немесе мектепке жақын жерде, мектепке жақын. Тамарину жаттығулар. Бірінші жаттығу. Хауил il-мубтада'a fil jumal al-atiya ila jam'in kama huwa muwaddahun fil misal. Мысалы анық көрсетілгендей, келесі сөйлемдерде мубтаданы көпшетірге айналдыр дейді. Мисалун, мысал. Хазихи бинтун. Бұл қыз. Енді осыны көпшетірге айналдырамыз. Хаулаи банатун. Бұлар қыздар. Хазихи талибатун. Бұл оқушы қыз. Хаулаи талибатун. Бұлар оқушы қыздар. Хазихи мударрисатун. Бұл оқытушы әйел. Енді көпшетірге айналдыру үшін жай ғана мұны алиф пен таны қоса саламыз. Тамар ботаны алып, алиф пен та қосылады. Хаулаи мударрисатун. Хаулаи мударрисатун. Хаулаи мударрисатун. Келесі, хазихи табибатун. Бұл дәрігер, әйел тегінде. Хаулаи табибатун. Бұлар әйел дәрігерлер. Хазихи муслиматун. Бұл мұсылман қыз. Хаулаи муслиматун. Бұлар мұсылман қыздар немесе мұсылман әйелдер. Хазихи заужатун. Бұл әйел. Хаулаи заужатун. Бұлар әйелдер. Хазихи ухтун. Бұл қарындас. Хаулаи ахаватун. Бұлар қарындастар. Хазихи фататун. Бұл қыз. Хаулаи фатаятун. Бұлар қыздар. Хазихи жадидатун. Бұл жаңа. Хаулаи жудудун. Бұлар жаңалар. Яғни жаңадан келгендер деген мағынада. Хазихи кабиратун. Бұл үлкен. Хаулаи кибарун. Ана әйел тегін көпшет түрі дәл осылай болады. Хазихи сағиратун. Бұл кішкентай. Хаулаи сығарун. Бұлар кішкентайлар. Хазихи тауилатун. Бұл ұзын. Хаулаи тивалун. Бұлар ұзын бұл қыздар деген мағынада. Иқра уақыты боқа және жас келе жатту. Мынаны оқып, алдымен жаңа видеоны паузаға басасыз, оқисыз, аударасыз, көшіріп жазасыз. Соның барысында жаңа оқып аударған кезде видеоны жалғастырып тексеріп отырасыз, аудармасын. Дұрыс аудардыңыз ба? Бірінші сөйлем. Хаулаи ихвати ва хаулаи ахавати. Бұлар менің бауырларым, ал бұлар менің қарындастарым. Ман хаулаи il-фатаят. Мына қыздар кімдер? Хаулаи банатул мударрисати. Бұлар оқытушы әйелдің қыздары. Хаулаи il-фатаяту замилати. Мына қыздар менің сыныптастарым. Абу хунна табибун ва умму хунна мударрисатун. Олардың әкесі дәрігер, ал анасы олардың оқытушы. Айна талибатул жудуду. Жаңа оқушы қыздар қайда? Захабна илал мактабати. Кітапханаға кетті. Мына захабна. Қараңыздар. Захаба ол кетті. Ертегінде, жекеше түрде. Захабат өткен болсақ, әйел тегінде, жекеше түрде. Енді ертегін көпше түрі захабу дегенді өттік. Енді әйел тегін көпше түрі. Захабна. Захабна. Мына әйел тегін көпше түрі өткен шақта. Олар кетті деген мағынада. Айна банатуки я аммати. Я тәтем, қыздарың қайда? Хунна фил матбахи. Олар асханада. Ас үйде. Ахаула il-мумарридату муслиматун. Мана жаңа медбикелер мұсылмандар ма? Наам, я. Хаулаи табибатун. Бұлар әйел дәрігерлер. Азваджухунна мударрисуна. Олардың күйеулері оқытушылар. Ман хазихи il-мар'ату. Мына әйел кім? Хия заужату табибил жадиди. Ол жаңа дәрігердің әйелі.
я Усамату ертегінде. Абанатука фил мадрасати фанавияти я Усамату. Сенің қыздарың жоғары сынып оқушыларына арналған мектепте ме? Я Усама. Ба'духунна фил мадрасати фанавияти ва ба'духунна фил мадрасати мутавасситати. Олардың кейбірі жаңағы жоғары сынып оқушыларына арналған мектепте, ал кейбірі орта сынып оқушыларына арналған мектепте. Аллаки банатун я Лайла. Сенде қыздарың бар ма? Я Лайла. Наам ли банатун кибарун. Менде үлкен қыздарым бар. Ва хунна талибатун бил джамиати. Және олар университетте оқушылар. Ман хаула иннисау тивалу. Мына ұзын бойлы әйелдер кімдер? Хунна табибатун мин Америка. Олар Америкадан болған дәрігер әйел дәрігерлер. Ат-табибату хараджна мин ал-мусташфа. Мына фахабна деген секілді. Әйел дәрігерлер ауруханадан шықты. Келесі жаттығу. Иқра ил-мисала фамма хавил ал-жумал ал-атия мислаху. Мысалды оқы және келесі сөйлемдерді сол мысалдағыдай өзгерт дейді. Мисалун, мына мысал. Зайнабу хараджат мин ал-фасли. Зайнеп сыныптан шықты. Зайнабу ва Аминат ва Марьяму хараджна мин ал-фасли. Зайнеп, Амина, Марьям сыныптан шықты. Көпше тұр. Мынау жекеше тұр. Мына жердегі секілді мына. Захабат жекеше, захабна көпше. Ал-мударрисату захабат ила ал-фасли. Қате кеткен мына жерде сукун болады. Оқытушы апай сыныпқа кетті. Ат-талибатул жадидату жаласат фил фасли. Жаңа оқушы қыз сыныпта отырды. Бинту Мухаммадин захабат ила ал-мадрасати. Мухаммедтің қызы мектепке кетті. Енді осыларды көпше түрге айналдырамыз. Ал-мударрисату захабна ила ал-фасли. المدرسات ذهبنا إلى الفصل. المدرسات ذهبنا إلى الفصل. وصل المدرسات. كيلسد الطالبات الجدد. جدد جلست. جلسنا ديمس. جلسنا في الفصل. بنات محمد بلاد ذهبنا إلى المدرسة. بنات محمد ذهبنا إلى المدرسة. جاسا كيلس شطو. أشر إلى الأسماء التالية باسم إشارة للقريب. هذه هؤلاء. Келесі есім сөздерге есім ишарамен жақын нәрсеге арналған есім ишарамен, яғни сілтеу есімдігімен нұсқа дейді. Сілтеу есімдігімен нұсқа дейді. Мына қараңыздар. Сілтеу есімдігінің екі түрі бар, иә? Бірі алыста орналасқан заттарға, екіншісі жақында орналасқан нәрселерге, немесе адамдарға. Мына хаза, хазихи, хаулаи. Бұл ертегінде, хазихи бұл әйел тегінде, хаулаи бұлар, мыналар деген көпше түрде. Мыналар екеуі жекеше. Жекеше түрде әйел тегіне ертегі бөлек, ал көпше түрде әйел тегіне де, ертегіне де осы хаулаи қолданылады. Бұлар жақын орналасқан заттарға, адамдарға одан бөлек алыстағы заттар мен адамдарға арналғаны бар, иә? Олар залика, тилка, мына улаика. Оны келесте өтеміз. Мына залика мен тилканы осыған дейін өтіп қойған едік бірақ улаика дегенде мүмкін келесі дәрістерде өтеміз. Мына ахи дегенге хаза ахи. Ухти әйел тегінде жекеше түрде хазихи ухти. Бұл менің бауырым, бұл менің қарындасым. Хаулаи риджалун. Бұлар еркектер. Көпше түрде хаулаи мударрисуна. Бұлар оқытушылар. Хаулаи талибатун. Бұлар оқушылар. Бұлар оқытушылар. Хазихи умми. Бұл менің анам. Хаза аби. Бұл менің әкем. Хазихи талибатун. Бұл оқушы. Хаулаи табибатун. Бұлар әйел тегінде әйел дәрігерлер. Хаулаи туджарун. Бұлар саудагерлер. Келесі жаттығу. ضع في الأماكن الخالية من الجمل الآتية ضميرا مناسبا هو هي هم هن. Келесі бос орындарға мына сөйлемдердегі
келесі сөйлемдерден бос орындарға сәйкес мына дамирлер қоямыз. Ол әйел тегінде, олар ер тегінде, олар әйел тегінде. Ман хаза ар-раджулу. Мына кісі кім? Хуа ер тегінде жекеше түрде. Хуа мударрисун, ол оқытушы. Айна талибату. Оқушы қыздар қайда? Әйел тегінде көпше. Хунна фил фасли. Олар сыныпта. Ман хаула ил фитяту. Мына жігіттер кімдер? Хум болады абнаул мударриси. Олар оқытушының ұлдары. Айна талибатул жадидату. Жаңа оқушы қыз қайда? Хия болады. Хия фил мактабати. Ол кітапханада. Ман хаула иннасу. Мына адамдар кімдер? Хум болады. Хум худжажун минал хинди. Олар Үндістаннан болған қажылар. Айна табибату. Дәрігер әйелдер қайда? Мана хунна болады. Хунна фи мусташфал виладати. Олар перзентханада. Ман хазал валаду лази хараджа мин байтика. Мана сенің үйінен шыққан бала кім? Сенің үйінен шыққан мына бала кім? Хуа ибну ахи. Ол менің бауырымның ұлы. Мин айна хаула иддуюфу. Мына қонақтар қай жақтан? Хум мин ар-рияди. Олар ар-рияттан. Мин айна хаула ил мумарридату. Мына дәрігер, медбикелер, медсестралар қайдан? Хунна минал филиппини. Олар Филиппиннен. Ман хазихил фатату. Мына қыз кім? Хия бинтул мударрисати. Ол оқытушы апайдың қызы. Хати жамъ ал-асма'ил атия. Келесі есім сөздердің көпшетірін бер дейді. Ухтун, ахаватун, бинтун, банатун, муслиматун, муслиматун, табибатун, табибатун, табибун, атиббау, заujun, азваджун, заujатун, заujатун, фататун, фатаятун, كبيرة كبار طويلة طوال جديدة جدد أخ إخوة كبير كبار جديد جدد أسماء الإشارة للقريب. Жақын орналасқан заттарға немесе адамдарға арналған сілтеу есімдігі. Хаза талибун, бұл оқушы. Хаулаи талибун, бұлар оқушылар. Хазихи талибатун, бұл оқушы қыз. Хаулаи талибатун, бұлар оқушы қыздар. Ал-калиматул жадидату, жаңа сөздер. Аз-завджу, кию. Азваджун, киулер. Ал-мар'ату, әйел. Нисаун, әйелдер. Ал-мар'ату бидуни алифлам имраатун. Мана ал-мар'ату деген сөзде, әйел деген сөзде алифлам болмаса, артикль болмаса, әл деген онда имраатун болады. Қарибун, жақын, туыс. Осымен 13-ші дәрістің 2-ші бөлімі аяқталды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.